Сәлем достар, плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіз. Бүгін сіздермен талқылайтын тақырыбымыз саумал жайында айтатын боламыз. Саумалдың белсіздікті жоятын қасиеті бар екенін білдіңіз бе? Осы жайлы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көруіңізді сұраймын. Арнамнан алыстамау үшін қоңыраушаны басып, өз пікірлеріңізді қалдырып, тіркеле кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Саумал жаңа сауылған бие сүті адам ағзасына тез сіңіп, түрлі асқазан, ісік ауруларына ем, қан құрамын реттейді. Сонымен қатар тіпті белсіздікті жояды. Дәмі тәтті, көпіршіп тұратын жұмсақ әрі тез сіңетін қасиеті бар биологиялық табиғи өнім. Ол физикалық және химиялық құрамы жағынан ана сүтіне өте жақын болып келеді. Бұл тұрғыдан алғанда ешкі сүтінен де жақынырақ. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, оттегі және организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, магний, бром сияқты минералдар, С, А, В1, В2, В6, В12, Е, П дәрумендері бар. Жалпы саумалдың құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екендігін атап өтейік. Сауылғаннан кейін 2 сағаттан асқанға дейін саумалдың ешқандай қасиеті жоғалмайды. Саумалдың құрамындағы көп сұйық оттегі әр жасушаға жетеді. Адам организміне тез сіңіп қана қоймай, түрлі асқазан жараларына, ісік ауруларына ем болады. Өкпе, бауырды қуаттандырады, қан құрамын реттеп, қантты теңгереді. Сонымен бірге белсіздікті жойып, генді қалпына келтіруге рөлі бар екендігін ескеріңіз. Биелер әр күні 5-7 рет сауылады. Қазақта бие-бау, бие, сауым, уақыт деген ұғымдар бар. Биелер таңертеңнен бастап әр 2 сағатта бір сауылып отырады. Сауылып болғаннан кейін құлындармен бірге жайылысқа жіберіледі. Мөлшермен 1,5 сағаттан кейін құлындарын желіге байлайды, немесе оларды бөлек қораға қамайды. Биені 15-20 минут тынықтырып алғаннан кейін тағы сауып алады. Әдетте бір биеде әр жолы 400 миллиграммнан 2 литрге дейін саумал алынады екен. Биені арнайы саумал аппаратымен немесе қолымен сауып алады. Сүтті сауғанда қалай ыдысқа сауса шипалық қасиетін тез жояды. Саумалды қыш ыдысқа, не болмаса ысталған қауаққа сауады. Тағы бір ескертетін жайт, саумалды бір ыдыстан келесі ыдысқа қопарып мазалай бермейді. Саумалдың шипалы болуына қымыздың емдік қасиетіне жылқының жайылымы, жеген шөбі, ішкен суы мен ауасының да әсері бар. Саумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, қырық қатпаршақ, өт бауыр, тоқшек бауырының алдын алуының маңызы зор. Қан кеселіне тосқауыл, оның қанның сүзгісі деп орынды айтылғаны да дұрыс. Ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді. Обыр клеткаларына тосқауыл болып, буын ауруларына да пайдасын тигізеді. Ғалымдардың пайымдауынша, саумал жеңіл қорытылатын белсенді биологиялық өнім. Ол ағзаға сіңірілуі кезінде асқорыту үдерісіне қатысатын ағзаларға асқазан, ұйқы без, бауыр, ішек, осыларда үлкен жүктеме жасамайды. Сондықтан дененің қалыпқа келу үдерісін жылдамдатады. Саумал метаболизмді қалыпқа келтіруге, суық тию мен тұмаудың алдын алуға және қатерлі ісік ауруын емдеу үшін де қолданылады. Сондай-ақ саумалдың көмегімен иммундық жүйенің қызметін жақсартуға және асқазанның ойық жарасын емдеуге де болады. Бие сүтінде көптеген дәрумендер, микроэлементтер және басқа да биологиялық белсенді заттар көп. Айта кетерлік, мұндағы кейбір микроэлементтер басқа сүт өнімдерінде кездеспейді.
Саумалдың құрамындағы С дәруменінің мөлшері сиыр сүтінен 7 есеге жоғары болады екен. Қазірде Европа ғалымдарының өзі саумалды емдік және диеталық өнім ретінде пайдалануға кеңес береді екен. Көптеген адамдар бие сүтін қалай қолдану керектігін біле бермейді. Негізінде саумалды күніне 4-5 рет тамақтанудың алдында 20-30 минут бұрын 250 миллиграммнан ішкен абзал. Ем осылай жалғаса берсе, бір аптадан кейін адамның көңіл-күйі көтеріліп, ұйқысы жақсарып, асқа деген тәбеті ашылады. Емделу уақыты 1 ай. Бие сүті сауылғаннан кейін 3 сағаттың ішінде негізгі қасиеттерін жоғалтпай ішіп алған дұрыс. Бірақ саумалды мұздату арқылы өмірін ұзартуға болады. Осылай еткенде табиғи өнім барлық биологиялық белсенді компоненттер мен дәрумендерді өз бойына сақтап тұра алады. Ал ер адамдарға ол қан айналымын жақсартып, ер адамның потенциясын күшейтеді екен. Бие сүтінен тағы да біздің сүйікті сусынымыз қымыз жасалынады. Ал қымыз туралы келесі шығарылымдарда айтатын боламын. Саумал жайында кеңестер, ақпараттар сіздерге ұнаған болса, арнама тіркеліп, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы.